Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Алматы облысы Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы. Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Молдағалиев Ерхан Болатұлы. Бүгінгі өтетін ашық сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкейдің тортай мінген ақбоз ат әңгімесі. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығармадағы көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру, шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Құрметті оқушылар, біз өткен тақырыпта Сайын Мұратбековтің Жусаниса әңгімесін өткен болатынбыз. Аталмыш тақырыпқа байланысты сұрақтарға QR-код программасын пайдалану арқылы жауап беретін боламыз. Оқушыларым, сіздерге берілетін алғашқы тапсырма әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтау. Яғни әңгіменің атауы, тақырыбы, идеясы, кейіпкерлер қай кезеңін суреттейді, әңгіме немен аяқталады. Аталмыш кестені толтыратын боламыз. Сіздерге ұсынылып отырған келесі тапсырма сұраққа попс әдісін қолдана отырып жауап беретін боласыздар. Соғыс жылдарындағы балалар мен қазіргі балалардың арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтары бар ма? Яғни бұл жерде менің ойымша, себебі мен оны былай түсіндіремін. Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім деген осы сөздерді пайдалана отырып жауап беретін боласыздар. Құрметті оқушыларым, келесі тапсырмаға көшпес бұрын жетім жігіттің монологын мұқият тыңдаңыздар. Содан соң алған әсерлеріңізбен ой бөлісетін боласыздар. Балалар үйінің терезесінен үнемі сыртқа қараймын да отырам. Сол сырттан әлдекімді күтем. Әлдекім деген мама, ол сенсің. Білесің бе, мама? Үнемі орындығымды осында әкелем де сені күтіп отырам. Мама, мен сені сондай қатты сағындым. Ал кейде түсімде шашы ұзын әйелдің сұлбасын көрем. Оны өзімнің анам деп артынан жүре бергенімде сол бақайып болады. Кейін оның жай ғана түсі екенін біліп жылап қалам. Білесің бе, мама? Кеше мені тәрбиеші ағай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана дәл осы жерде сені күтіп отырғам. Кенет сырттан жүзі жылы әйел бейнесін көріп, оны өзімнің анам екен деп, менің осы жерде отырғанымды қаламайды ғой деп, мама, мен мұндамын, мама деп айқайлай бергенімде терезе алдындағы гүл жерге құлап қалды. Тәрбиеші ағай көріп қоймасыншы деп тез жинай бастағанымда тәрбиеші ағай келіп қалды да ұра жөнелді. Мама, ағай, кешіріңізші, байқамай қалдым дегеніме қарамастан ұра берді. Мама, білесің бе сол ағайдың маған не дегенін? Әй жетімек, сен әке шешеңе керек болмағанда маған қайдан ғана керексің? Деді де ұра берді. Сол ағайдың ұрғанынан мына жерім көгеріп ауырып тұрады. Мама, мен мына жетімдер үйінен қатты қиналып кеттім. Өтінем, кел де мен алып кетші, мама. Уәде берем, бұзық болмаймын, мама. Адам емес, хайуан да өз баласын қорғаштай береді емес пе? Сен хайуан емес, адамсың ғой, мама. Сен менің анамсың ғой, мама. Тәңірім, кішкентай ғана бала жүрегіммен жалынып сұраймын. Менің анашыма титтей де болса мейірім шуағын төкші. Сөйтсін де бұл жерден құтқарсыншы. Осы тілегімді қабыл алшы, мама. Мама, мен сені сондай қатты сағындым, мама. Сіздерге берілетін келесі тапсырма егер мен үлкен кәсіпкер болсам тақырыбында есімшенің ар, ер, с жұрнақтарын жалғап төменде ұсынылған сұрақтарды негізге ала отырып қажетті сөздерді қолданып эссе жазатын боламыз. Сіздерге берілетін үй тапсырмасы төменде көрсетілген сілтемеге өтіп тест жұмысын орындайсыздар. Нәтижесін жіберуді қажет етпейді, себебі орындаған оқушы тізімі менің желі парақшамда көрініп тұрады. Құрметті оқушылар, келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.